Мен тоңдым. Суық жалғаннан, ыстықтықтан жаураған, мынау қарлы өлкеде мұзға айналып қалмаған. Тамың бар ма? Өліктің қалмаған. Тұр жігітім, таң атты, күн шықты. Сен кімсің? Әлде періште, әлде адам? Қарғызымын. Қарғызы? Мынау сұп-суық өлкеде сыңсып ән салатын ару сен екенсің ғой. Иә, менмін. Сенің мұңлы әніңді жер бетінде тек мен ғана ести алатынды білесің бе? Тек мен ғана тыңдай аламын. Егер оны білмесем, іздеп келер ме едім? Көп іздедім ғой өзіңді, көп іздедім. Шаршатты мені. Айыртауда қарғысы бар екен. Қыста шағылдардың арасында көзге көрінбей ән салып жүреді екен де, жазда жер астына сіңіп кетеді екен деген аңызды талай естісем де іштей иланбаушы едім. Енді міне өзімді көріп отырмын, қандай сұлусың. Қандай сұлу болсын, сондай суықпын. Рас, суықсың. Неге солай екен? Мен адамдар мәңгілікке өкпелеткен. Адамдарың кім сонда? Қоңқай шал. Ол адам емес, қоңқай ғой. Қоңқайлар да адам. Олар жастарды адастыру үшін жаратылған. Егер адамдар ең әуелі адасып алмаса, бірін-бірі әстелдеп таба алмас еді. Рас айтасың. Сені сол қоңқай шал адастырмаса, сені ешқашан іздеп таба алмас едім. Егер сол шал болмаса, мен мәңгі бақи адасып, зар илеп, зар жұтып өтпес едім. Сен менің тілімді алсаң, қазір орныңнан тұр да, анау екі жолдасыңды кері қайтар. Олар қайда кетті? Қол аяған, ісі құрған екеуі жер асты әлеміне беттеп барады. Мен дәл қазір орнымнан тұрып кетсем, сені қайтып көре алмай қалармын. Сол жер асты еліне саған еріп менің де барғым келеді. Шын бақыт, шын махаббат, нағыз бостандық жер астында ғана. Жоқ, барма, орныңнан тұр, егіле бермей еңсеңді көтер. Нағыз махаббат жер астында да жоқ. Тұр.